Қайырлы күн, достар. Дәл осындай балмұздақты үй жағдайында балаларыңызға дайындап беріп қуантыңыз. Енді дүкеннен ешқандай балмұздақ сатып алмаңыз. Өйткені бұл балмұздақ бар жоғы 5 минутта дайын болады. Және құрамы да өте қарапайым. Балаларыңызды сүйсініп жеп, дәл осы балмұздақты күнде жасап беруді сұрайтын болады. Ендеше бірге дайындайық. Керек өнімдеріміз: жұмыртқаның тек қана сарысын аламыз, үстінен қантымызды, сүтімізді құямыз. Енді үстінен ванилинімізді қосамыз. Енді венчиктің көмегімен жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Барлығы бір массаға келгеннен кейін газымызға қоямыз. Астын жай отқа қойып, тоқтатпай осылай араластырып тұрамыз. Әйтпесе сарыуыз бірден жабысып қалуы мүмкін. Міне осылай көпіршіктер пайда болғаннан кейін оттан алып тастаймыз. Дәл осындай қою болғаны жарайды. Енді оны суытуға қалдырамыз. Кілегейімізді миксердің көмегімен осылай көпіртетін боламыз. Торттардың кремінде қатты қою болып кетпеу керек. Міне қараңыздар, дәл осындай қоюлық жарайды. Енді суыған сұйығымызды осылай құямыз және де венчиктің көмегімен араластырамыз. Менің ыдысым тар болып қалып, қайтадан үлкен ыдысқа салдым. Міне қараңыздар, осылай араластырып, дәл осындай масса пайда болады бізде. Дайын болған массамызды мұздатқышқа салатын ыдысымызға құямыз. Содан кейін оны жақсылап араластырып, бетін тегістеп, қақпағын жабамыз. Егер де қақпағы болмаса, пищевой пленкамен орасаңыздар болады, бетін жауып қойсаңыздар. Мен түнде салып қойдым, содан келесі күн түске қарадым. Міне қараңыздар, балмұздағымыздың түрі дәл дүкендегідей болып шығады, ал дәмі болса дүкендегіден 2 есе дәмді болып шығады. Егер де балмұздақтарды әдемі қылып ұсынғыңыз келсе, онда өзіңізге ұнайтын ыдысыңызға саласыз және өз қалауларыңыз бойынша әсемдейсіз. Шоколадпен болсын, жемістермен болсын. Менде балмұздақты ойып алатын насадкасы болмағандықтан қасықпен осылай ойып алдым. Дәл осылай ұсынсаңыз да өз еріктеріңіз. Мен алдын ала шоколадты ерітіп дайындап қойдым. Менде уже қоюланып қалған. Менің каналымдағы рецепттер ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы күндерде өте пайдалы тағы да рецепттер шығатын болады. Балмұздақтың дәмін айтпасам да көрініп тұр деп ойлаймын. Назарларыңызға көптен көп рахмет.